Қазақстанда инфляция, баспана қымбатшылығы мен өзге де әлеуметтік шығындарды қысқарту мәселелері талқыланып жатқан кезде, Бәйтерек ұлттық холдингі қомақты қаржыны кеңсе жаңартуға және жасанды интеллекті бар чат-ботты жетілдіруге бағыттап отыр. Электронды порталдағы мәліметке сүйенсек, холдинг басшыларына арналған премиум жиһаздарға шамамен 30 миллион теңге жұмсалмақ. Оның ішінде емен үстелдер, эргономикалық креслолар мен қымбат шкафтар бар. Бір жиынтықтың құны 2,46 миллион теңгеге жуықтайды. Бұдан бөлек холдингтің тағы бір сатып алуы жүз медиа назарын аударды. Техникалық құжаттарға сәйкес холдинг 2024-26 жылдарға арналған цифрландыру стратегиясында басты бағыттардың бірі ретінде деректерді талдау мен басқаруды атаған. Мәселен, холдинг аттай 18 миллион теңгеге чат-ботты жаңартуды қарастырып отыр. Бұл жоба Amazon Web Services платформасында жұмыс істейді және кәсіпкерлерге бизнес жоспар мен қаржылық модель жасауға арналған. Ондаған миллион бюджет қаржысын чат-ботқа жұмсау шынайы инновация ма, әлде тиімділігін дәлелдемеген кезекті қымбат жоба ма? Мұндай шығындар заңды тұрғыдан негізделсе де, қоғамда сұрақ көп. Әсіресе елдегі әрбір бюджет теңгесі әлеуметтік мәселелерді шешуге жұмсалуы тиіс деген талап күшейіп тұрған кезеңде, мемлекеттік холдингтің ішкі жайлылық пен имиджге қыруар қаржы бөлуі ойландырады. Айта кетелік, Бәйтерек мемлекеттік дамыту институттарын біріктірген ірі холдинг. Негізгі міндеттері кәсіпкерлікті қолдау, ауыл шаруашылығы мен тұрғын үй секторындағы әлеуметтік маңызды жобаларды қаржыландыру.